Алдағы уақытта қатты байып кетуден сақ болыңыз. Асқан байлық пен сән салтанатқа ауқымды салық салынбақ. Яғни құны 500 миллион теңгеден асатын зәулім сарайыңыз болса, құны 75 миллион теңгеден асатын көлігіңіз болса, онда қомақты салық төлеуге тура келмек. Ауқымды салық мұнымен ғана шектелмейді. Ұшақ пен қымбат яхталарға, тіпті аса құнды ішімдіктерге де салық салынатын болады. 1 литрі 5 немесе 6 миллион теңге тұратын ішімдік ішіп көріп бедіңіз, немесе бір талы 10 мың теңге тұратын темекі тартып көрдіңіз бе? Ендеше аталған құнды дүниелерге салынатын салық мөлшері қанша болмақ? Тақырып қатты қызықтырса, видеоны толық көріп шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Аталған барлық дүниелерге алдағы уақытта қомақты салық салынатын болады. Оның мөлшері қандай болмақ? Бұл сұраққа ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмірин жауап берді. Енді елімізде автомобильдер мен пәтер иелері үшін салынатын сән салтанат салығының мөлшерін атады. Вице-министр мынандай дүниелерге салық салынатын мәлімдеді. Жиынтық құны 450 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік объектілер бойынша мүлік салығының көтерілген ставкалары. Кедендік құны 75 миллион теңгеден асатын жеңіл автомобильдерге акцизбен қосымша салық салу. Қымбат алкоголь және темекі өнімдеріне, сондай-ақ қымбат теңіз кемелеріне, ұшу аппараттарына акцизбен қосымша салық салу. Қаржы вице-министрі Ержан Ерікұлының айтуынша, бұл орта және шағын кәсіпкерлер үшін бірқатар қиындық туғызған еді. Олар табысын жасыру мақсатында туған туыстарына жеке кәсіпкерлікті тіркеп, әуреге салынатын. Жаңа салық кодексі шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында қолға алынып отыр. Осыған дейін 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда қосымша құн салығын төлейтін. Ол 70 миллион теңге болатын. Жаңа салық кодексіне сай, енді кәсіпкерлер 500 миллион теңгеден асқан жағдайда ғана қосымша құн салығын төлейтін болды, деді қаржы вице-министрі Ержан Біржанов. Қазақстанда электронды үкімет порталында жаңа салық кодексінің жобасы жарияланған еді. Оған сәйкес, салықтар мен міндетті төлемдер санын 20%-ға қысқарту жоспарланып отыр. Сонымен бірге 300 миллиард теңгеден астам сомаға 93 салық жеңілдіктерін алып тастау ұсынылған. 10 жылдан асқан көліктер үшін салық сомасы 30%, ал 20 жылдан асқандарға салық сомасы 50% төмендетілетін болады. Салық және кеден саясаты департаментінің директоры Еран Сағынаев қымбат алкоголь мен темекі өнімдеріне де қосымша 10% акциз салу жоспарланып отырғанын жеткізді. Қымбат ішімдіктің литрі 500 мың теңгеден асады. Оларға коньяк, вискидің қымбат түрлері жатады. Деректерге сенсек, өткен жылы елімізге Макаллан және басқа да премиум санаттағы виски, коньяктар әкелінген. Олардың литрінің құны 5 немесе 6 миллион теңгеге дейін жетеді. Ал темекі өнімдері бойынша олардың да бағасы арзан емес. Темекінің бір талының құны 10 мың теңгеден асады. Сондықтан 10% мөлшерінде қосымша акциздік салық салынатын болады, деді Ерлан Сағынаев. Бұдан салық саласында бұдан өзге де көптеген жаңалықтар енгізілмек. Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады. 2025 жылдан бастап күшіне енетін жаңа салық кодексі қазан айында қабылданады деп жоспарланып отыр. Қаржы саласының мамандары бұл салыққа қатысты жеңілдіктер кәсіпкерлерге көп көмегін тигізеді деп отыр.